Қоқыс көлігі тәсілі. Әуежайға баруға такси шақырған едім. Такси келіп, жолдың жолағынан біраз жүргеніміз сол еді. Шетте тоқтап тұрған қап-қара бір машина алдымызға атып шыға келді. Шопыр тәжірибелі екен, дереу тежегішті басып, әрең дегенде тоқтап, үлкен бір жол апатынан аман қалдық. Қара машинаның шопыры терезені ашып, таксидің шопырына айқайлап ұрсып, біраз жаман сөздер айтып тастады. Біз кешірім күтіп отырғанда оның айтқан жаман сөздері маған ауыр тиіп, ойланып отырғанда такси шопыры оған күлімсіреп, басын изеп, оның қасынан өтіп кете берді. Оның бұл ісіне мен одан сайын таң қалдым. Мен шыдай алмай, анау кісі тіпті екеумізді де өлтіре жаздады. Қанша жаман сөздер айтты. Сонда да бір ауыз тіл қатпадыңыз. Бұл қалай? Дедім. Ол осы кезде күлімсіреп, осыны біз қоқыс көлігі тәсілі деп атаймыз. Деді. Онысы қалай? Ондай сөзді бұрын естімеппін. Түсінсем бұйырмасын дедім. Шопыр сөзін бастады. Күнделікті өмірде көп адамдар әр түрлі жағдайда ашу, өкпе, реніш, кек тағы басқа сезімдерді біріктіреді. Біле білсеңіз, бұлар қоқыс сияқты. Енді осындай қоқыстарға іші толы адам оны тастайтын жер іздемей ме? Сондай кезде мен сен сияқты кісілер кезігіп жатады. Сондайды көргенде оларға қарап күлімсіреп, қасынан өте беріңіз, олар үшін тек жақсы тілектес болыңыз. Олардың қоқыстарын сізге лақтыруына жол бермеңіз. Олардың қоқыстарын алып, онымен үйіңізге, жұмыс орныңызға, өзіңіздің көшеңізге барушы болмаңыз. Міне, өмірде осындай жайттар, өкінішке орай, көп кезігіп жатады. Егер де әлеуметтік желілерде, газеттерде байқап отырсаңыз, көлік жүргізгенде адамдар арасында қаншама дау-дамай болып, қаншама адам ұрысып төбелесіп жатады. Өзімізде осындайларға кезіккенде көңіл күйіміз түсіп, кейде сезімге беріліп, олармен тілге келіп қаламыз. Біразға дейін көңіл күйіміз орнына түспей жатады. Ондай жандарға тек күліп қасынан өте беру керек екен. Олардың қоқыстарын өзіңізге қабылдап алмаңыз. Тек оларға жақсы тілек тілеңіз. Әйтпесе іші қоқысқа толы өмір сүру оңай дейсіз бе?